Мен білем, сізге саяхаттаған ұнайды. Кімге ұнамайды саяхаттаған? Дамыған, өскен, себебі саяхатта сен кәдімгі өсесің. Алланың жаңағыдай шеберлігін көресің. Мынау жаңа идеялар, жаңа таныстар өте керемет нәрсе, иә. Бірақ оған көбінесе әртүрлі себептермен ішкі қорқыныш, қалтаңдағы табысың сол жібермей жатады. Маған да ең алғаш сондай болған менде де. Мен де ең алғаш жаңағы күмәнданып жүрген кезде, бірақ бір рет саяхатқа шықтым, содан кейін кетті ғой. Әйтеуір қиналып болсын бардым, ана соңғы ақшамды мүмкін бір жер әйтеуір бір досымнан болсын сұрап болсын барғам, и содан кейін бірден кейін бір жаңағы Гонконг, Түркия, одан кейін уже жаңа Европа, анау мынау көбейіп кетті. Саяхат деген ашылды бүкіл әлем. Қазір осы саяхатсыз өмір сүре алмаймын. Сондықтан достар, айтайын деп отқаным, саяхаттаңыздар, дамыңыздар, өсіңіздер. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, сізге міндетті түрде саяхаттау керек. Саяхат тоқтатпау керек. Кемінде 3 ай сайын саяхатқа шығып тұру керек, әсіресе кәсіпкерлерге. Сол үшін Алла қаласа біз 8 наурызда 10 күндік Америкаға тур жасап жатырмыз, бизнес тур. Американың қалаларын 4 қаласында боламыз. Нью-Йорктың үстінен вертолетпен ұшамыз, Алла қаласа. Және онымен қатар университеттерді көреміз. Мықты Американың және бизнестарына үлкен турлар жасаймыз. Егер сіз де кәсіпкер болсаңыз, бірге Америкаға барамын десеңіз, тезірек заявкаңызды тастаңыз, тезірек нөміріңізді қалдырыңыз. Біз сізге тезірек виза алуға көмектесіп, Америкаға тезірек барайық.